Ассалаумалейкум қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз мынандай сәукеле тереу үшін жасап үйренетін боламыз. Ең алдымен бізге эскизді көшіріп аласыздар икокожаға. Енді мен қазір сіздерге маркермен көрсетіп жатырмын. Сіздер карандашпен сызыңыздар, шеттерін өздеріңізге көрініп тұрса болғаны, таза жұмыс болғаны жақсы. Эскизді сызып алдық, және де мінекей бізде сәукеленің формасы шықты. Астыңғы бөлігіне біз мехті қоятын боламыз, үстіңгі бөлігіне тастарымызды әдемілеп тігетін боламыз. Енді дәл ортасына осы тамшы тәрізді тасымызды тігіп аламыз. Размерлерін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша, түстерін өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ала берсеңіздер болады. Енді мына жерде мен инені жіпті сразу 4 қабатты етіп алып жатырмын. Қайта мысалы 2 қабат жіп болса, сізде 2 қатар айналдырып тігесіздер. Ал 4 қабат жіп алатын болсаңыздар, онда 2 рез тіккеннен көрі 1 рез тігесіздер, уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Тастарыңыз қисық тұрып қалмасын, дәл ортасында түсетін болсын. Енді инемізді біз мына жерден шығардық. Енді шеттерін жемшікпен тігетін боламыз. Размері 8-10 размер алсаңыздар болады. Жемшікті тіккен кезде 2 жемшіктен алып тігеміз, ортасынан қайтадан инені шығара отырып, 2-ші жемшіктен қайтадан инені өткіземіз. Сол уақытта біздің жемшіктарымыз жақсы орналасады, яғни қозғалып кетпейді. Неке жемшіктарымызды тігіп алдық. Енді біз әрбір жемшіктің арасынан бисер тігіп шығамыз. Бисерді енді өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша бірінші көресіздер. 6 штук көремін бірінші. Одан кейін дұрыс сәйкес келсе, онда барлығын 6 штуктан тігіп шығасыздар. Ал егер бос болып тұрса, онда жетпей жатса, артық болып жатса, алатын алып, қосатын қосып, осылай әрбір жемшіктің арасынан тігіп шығасыздар. Менде 7 штук бисер кетті. 6 штук қойып едім, біреу жеткіліксіз болды, біреу штук тағы қостым. Сонымен барлық жемшіктің арасына 7 данадан бисер тігілді. Неге енді тігіп алдық. Енді клеймен арқан тас клейлеп шығамыз. Сызықтың бойымен
клейді жағып шығасыздар. Бұл EF 6000 деген арнайы осындай тастарға арналған клей. Арқантасыңыздың размері менде 10-шы размер. 10-нан төмен размер ала берсеңіздер болады. 12-де алсаңыздар болады. Ол өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Міндетті түрде қатып қалған размер жоқ. Бұрыштарын бұрыштамайсыздар, дәл осылай доғал етіп қоятын болсаңыздар әдемі келеді. Кейін шеттерін брошкамен, бисермен тіккен кезде де әдемі шығады. Енді клейлеген арқантасымыздың әрбір тастың арасынан жіппен тігіп шығасыздар. Яғни біздің арқантасымыз болашақта ашылып кетпеуі керек. Кейбір қыздар мысалы клейледім деп қоя салмай, міндетті түрде тігіңіздер. Мінекей арқантасымызды тігіп алдық. Енді ортасына біз хрусталик тіксек болады. Немесе кішігірім тас тіксеңіздер де болады христалл тастардан. Ол да өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Бірақ міндетті түрде түстері үйлесуі керек. Мысалға сіздер золото алдыңыздар ма түсін, сол золото алтын түстен үйлестіргендеріңіз жақсы. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңыз богатый, мысалы қымбатқа бағаланатын, сапалы түрде жақсы шығатын болады. Енді бұл хрустальдың шеттерінде бисермен сәндеп шығамыз. Бізге 6 штук бисер керек болады. 6 штук бисер алғаннан кейін астынан бисерді инені шығаратын кезде дәл ортасынан, алдыңғы тіккен бисеріңіздің ортасынан шығарасыздар инені. Көріп тұрғандарыңыздай. Мінекей осылай айналдырып тігіп шығасыздар. Енді жоғар жағына қарайсыздар. Енді жемшіктің кішігірім размерлерін қойғандарыңыз әдемі шығады. Менде 4-ші размер. Мына жерде 5 штук жемшік тігіледі менде. Және де төмен жағына да жемшіктер тігіп көреміз. Егер үйлесім тауып жатса, сол күйінде жемшікті тігіп қалдырасыздар. Бір нәрсені ойыңызға келді ме, жасап көруден ешқандай қорықпаңыз. Бұл практика жүзінде сіздерге неше түрлі идеялар туындайды. Жасап жатқан күннің өзінде, иә? Енді төмен қарай тағы да жемшік тігіп аламыз. Екінші жағына да дәл солай жемшік тігіп аласыздар. Астыңғы орнына да мысалға жемшік немесе хрусталь тіксеңіздер болады.
Енді мына жерде хрустальдың размері 4-ші размер. 4 хрусталь сияды. Егерде мысалға дәл үлкендеу болып жатса, сіздерде размерлері, онда 2-3 қойсаңыздар болады. Хрустальды тіккен кезде де жемшікті қалай тіктік, дәл солай тігесіздер. Әрбір екі тастың арасынан қайтадан инені шығара отырып, екінші тасыңыздан қайтадан өткізесіздер. Енді мына жерде бос орын тұр, бізде бір жемшік сиятындай. Көреміз қазір размерін. Мына размер кішірек болып қалды, сәл үлкендеу размер алып қойсақ болады. Мінекей екі шетін толықтай тігіп алдық. Енді бос жерлері бар, бос жерлерін сіздер сары бисермен толтырып тастамаңыздар. Әдемі болу, формасы шығып тұру керек. Өзі кішкентай бұйым. Оның өзін, мысалға қазір сіздер сары түсті бисермен тігіп тастайтын болсаңыздар, ол әдемі болмай қалады. Сол үшін мен қазір әйнек түстес бисермен толықтырып жатырмын. Ашық күйінде де қожа көрініп қалмасын. Енді бос жерлердің барлығын осылай әйнек түстес бисермен толтырып шығасыздар. Енді қожаның шеттерін 2 мм қалдыра отырып кесіп шығасыздар қайшымен. Қайшымен кесіп, яғни қиып аламыз. Тіккен жіптеріңіз кесіліп кетпесін, аса қатты мән беріңіздер. Арқан тасты тіктік қой, сол жіптеріңіз кесіліп кетпесін. Жақсылап мән беріңіздер. Енді астыңғы бөлігін кожаны терісінен қарата отырып, осылай размерін шығарып сызып аласыздар. Және қайшымен қиып аламыз. Мінекей дайындап алдық. Енді ішкі бөлігіне бізде осындай кардон керек болады. Кардонды размерін 0,5 сантиметр, яғни 5 мм етіп кішірейтіп кесіп аласыздар. Және де бізде түйреуіштің мынандай темірі бар, 2 сантиметрлік размерімен де. Дәл осыны клейлемейсіздер, тігіп аласыздар. Кейбір қыздарымыз клейлеп жатады, ол кейін қозғалып тұрады, клей ажырап кеткен уақытта. Енді мына жерде клейді жағып аламыз да, оны үстіңгі бөлігіне қарай клейлеп жабыстырамыз. Бұл бізде тігіп жатқан кезде қозғалып кетпеу керек. Сол үшін арнайы клейлеп алдық. Одан кейін бізде үкі қажет болады. Үкі 3-еу, 4-еу, 5 данасы қауырсын ғой, бір үкіден бірнеше қауырсын шығады. Бір үкінің өзінен 3 брошкеге қажетті қауырсын шығады. Осылай кесіп дайындап аласыздар. Бірінші бұны тікпейміз біз ешқандай. Тіксеңіздер инеңізге, жібіңізге кедергі келтіреді, қауырсыныңызды жұлып тастайды. Сол себепті біз бұны артына клейлейтін боламыз кейін. Мына жерде ашық қалдырыңыздар клейін. Кейін қауырсынмен клейлеген кезде жақсылап клейленіп жабысады.
Енді артқы бөлігін кожаның ақырында белгілеп аласыздар. Және де белгілеген жерді мінекей мына жерін тесіп алдық. Және де екінші бөлігін жай ғана кертіп кесесіздер. Мына жерде екі кожамыз созылғыш келеді. Қатты үлкен қылып кеспеңіздер. Ақырын осылай әдемі киіле қалады. Енді біз шеттерін мононитпен және де бисермен өңдеп шығамыз. Жіппен өңдемейсіздер, қыздар. Егер сіздердің жұмыстарыңыз сапалы шыққанын қаласаңыздар, онда мононитпен әдемілеп өңдеп шығамыз. Бұл жерде бисерді аласыздар бірінші, одан кейін барып астыңғы жағынан инені өткізесіздер. Сосын кейін бисерден қайтадан астынан үстіне қарай өткізесіздер инені. Мінекей. Енді астыңғы бөлігінен өткізген кезде біркелкі болу керек. Ара қашықтығы, биіктігі деген сияқты, я? Мінекей инені өткіздік. Астыңғы бөлігінен қайтадан үстіне қарай инені өткізесіздер. Дәл осылай қайталап шыға бересіздер. Енді мына жерге келген кезде біз тек беткі бөлігін ғана бекітіп шығасыздар бисермен. Астыңғы жағы бізде артқы бөлігі ашық болу керек. Білесіздер, бізде әлі үкі қондырылған жоқ, е? Мінекей, егерде мына жерлерде бұрыштап қалдыратын болсаңыздар, сіздерде бисермен тіккен кезде әдемі болмай қалуы мүмкін, екі шеті бірдей болмай қалады дегендей. Сондықтан міндетті түрде шеттерін осындай доғал етіп келістіргендеріңіз дұрыс. Сол кезде сіздердің жұмыстарыңыз өте әдемі шығады. Арт жақтарын көрдіңіздер ме? Біркелкі шығып жатыр, е? Инені міндетті түрде артқы бөлігінен алып отырасыздар. Егер сіздер алдыңғы бөлігінен салатын болсаңыздар, артқы жақтары бірі қысқа, бірі ұзын тесіктері түскен кезде біркелкі түспей қалады. Енді аяқтайтын кезде мына жерге өте қатты мән беріңіздер. Көп кісілердің қателіктері бұл. Түйінді шетіне қалдырып қояды. Ең соңғы бисерден инені өткізесіздер. Сосын кейін барып ішкі жағына мінекей. Алдыңғы беті бар ғой бізде кестеленген. Сол жаққа қарай өткізесіздер жіпті инені. Сөйтесіздер де осы жағынан түйіндейсіздер. Мінекей түйіндедік. Енді тағы да инені кожадан ақырындап өткізесіздер.
И сол жерден ақырындап жіпті кесіп аласыздар. Кез келген адам, даже өзіңіз қай жерден бастағаныңызды, қай жерден аяқтағаныңызды білінбейтіндей болу керек. Енді мына қауырсынымызға, әрбір қауырсынымыздың басына клейді жаға отырып, төбесіндегі қуысқа жақсылап біркелкі қылып жабыстырасыздар. Мінекей клейлеп, клейді жақсылап жаға отырып, қауырсынға клейлеріңіз тиіп кетпесін, осылай қолдарыңызбен жинақтап отырып, әрбір қауырсынды жеке-жеке қуысқа салып отырамыз. Енді артқы бөлігін мононитпен білдіртпей тіксеңіздер болады, немесе сол күйінде қалдырсаңыздар болады. Яғни жақсылап ашылып кетпейтіндей клейді жағыңыздар. Енді астыңғы бөлігінен мінекей сәукелеміздің астыңғы бөлігінде бізде салпыншағы бар, соны келістіреміз. Ол кезде бізге бисер, жемчугтар, оның да размерлері бойынша кішкентай размерден үлкен размерлерді алып қойсаңыздар болады. Ол да өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Енді міндетті түрде бұл жерде қатып қалған қағида жоқ. Стекляр үспенде қойсаңыздар болады. Соңғы жағына тамшы хрусталь немесе осындай елка тәрізді хрусталімізді қоямыз да, әрбір жаңағы өткізген бисер жемчугтарымыздың арасынан инені қайтадан өткіземіз. Екінші жағына дәл осылай тігіп аласыздар. Мононитпен тікпейсіздер, қыздар. Мононит салпылдап тұрмайды. Жіппен тіксеңіздер, әдемі болып тұрады.
Енді түйреуіштеріңізді дәл осылай қалдырсаңыздар да болады, немесе мынандай әдемі болып тұру үшін тағы да арқан тасты тіксек болады. Арқан тасының бір шетінде қанша тас кестіңіздер, екінші жағынан да дәл осылай белгілеп аласыздар. Және де былай қойсақ, қыздың бір бейнесі сияқты шығады, өте әдемі, адамға тартымды, көзге тартымды болады. Енді әрбір мына арқан тасымыздың бас жағынан тігіп аласыздар. Инені бисердің арасынан өткізбейсіздер. Бисерді өткізген мононитіміз бар, сол монониттің арасынан инені өткізе отырып, осылай тігіп шықсақ болады. Енді мына жерде жақсылап клей жаға отырып, қандай размер қалды, сізде тура сол размермен мехіңізді кесіп дайындап аласыздар. Сосын клейді, негізі мына жерде кристалл момент клей жақсы. Менде кристалл момент клей қазір қолымда бітіп қалды, сол себепті F6000 клейді пайдаланып отырмын. Кристалл момент өте тез жабыстырады, өте жақсы жабысады және. Мінекей жақсылап жабыстырасыздар. Сосын кейін барып, шеттерін кәдімгідей шашты түзегендей төзеп, әдемілеп, қайшымен формасын келтіресіздер.